Ескі сторда тауар жіберген кезде мұқият болатын екі затқа осы видеода нақты тоқталатын боламын. Біздің практика жүзімізде де біршама қателіктер болды, сондықтан бұны мұқият тыңдаңыз. Жалпы ескі сторда тауар сатып алатын көптеген үлкен компаниялар жаңағы қаланың шетінде, не болмаса жаңағы облыстардың сыртында орналасқан болғандықтан жаңағы көптеген мекемелердің жалпы бір талап ететін документтері әртүрлі болады. Яғни бір қатып қалған ешқандай шаблон жоқ. Сондықтан ең бірінші сіздің назар аударатын затыңыз документке өте мұқият болуыңыз қажет. Неге? Өйткені қандай да бір документіңізде кішкентай қате болатын болса, бұл жерде сіздің документіңізді қабылдамайды. Документіңізді дұрыс документ жіберіп қабылдамайынша сіздің ақшаңызды түсірмейді. Сондықтан жаңағы сізге екі жұмыс жасап жүргенше нақты тексеріп барып затыңызды жібергеніңіз дұрыс. Жаңағы сіз қолыңызда тауар тұрды, ешкімге ескертпей жаңағы адресті белгілеп жібере сала алмайсыз. Мысалы, мына жердегі жарияланған заттың жазылған описаниесіне қарап оқып отырып осымен түсіндірейін. Бірінші, мына жерде жаңағы заказчиктің, яғни жауап беретін адамның поштасы осы жерде белгіленген. Сіз міндетті түрде жаңағы осы поштаға хат жазатын боласыз. Жаңағы жазасыз, яғни договордың нөмірін, сонымен қатар заказдың нөмірін, соның барлығын белгілеп, өзіңіздің сұрағыңызды жазып жібересіз. Яғни сіз қандай да бір тауарды жіберге жатқан болатын болсаңыз, мен тауар жіберейін деп едім, мен осы накладнайлардың бәрін толтырдым, осыны дұрыс па теріс па тексеріп бересіз бе десеңіз, ар жақтан тексеріп, қандай да бір қате болатын болса, жаңа көрсетіп айтады. Яғни бұл документте осындай жеріңіз қате, осыны түзетіңіз деп. Оны түзетіп алғаннан кейін қайта жіберіп, қайта тексертіп алсаңыз болады. Олар міндетті түрде жаңағы сіздің хатыңызға жауап береді. Сонымен қатар договор келген кезде, договорды ашып оқыған кезде, сол жерде жаңағы телефон нөмірі көрсетілген, соған звондасаңыз болады. Бұл жерде отырған көптеген специалисттер жалпы WhatsApp-пен ешқандай сізге жауап бермейді. Тек қана рабочий телефонына звондайсыз, сол жерден жауабыңызды аласыз, сонымен қатар поштасына хат жазасыз, күтесіз. Яғни сіз жылдам хат жазсаңыз, ол сізге бір күннен кейін жауап беруі мүмкін, не болмаса жарты күннен кейін беруі мүмкін. Сондықтан жаңа телефон нөміріңізді белгілеп, осында жазып жібересіз. Кейбір мекемелер жаңағы сіз бүгін ертең тауар жіберем деп ескертіп айтасыз, тауарды мысалы жаңағы беріп жіберсеңіз қабылдап ала береді. Бірақ кейбір мекемелерге жаңағы мына жерде көрсетіп тұр ғой, 3 күннің тауар жіберерден 3 күн бұрын осы адамдарға келісіп документтердің бәрін жіберу керексіз. Ол адамдар документтің бәрін тексереді, содан кейін жаңағы шамалап сіздің затыңыз қандай уақытта келеді, соны графикке қоятын болады. Ар жақта графикке қояды, яғни графикке қояды, сонымен қатар сізден сұрайды, сіз қандай доставкамен жеткізге жатсыз. Егер сіз логистикалық фирмамен жіберге жатсаңыз, мен Қазпоштамен жіберем, не болмаса жаңағы DPD-мен жіберем деген сияқты, соның барлық мәліметін айтасыз. Сонымен қатар сізге толтырып жіберу керек шаблондар жіберетін болса, сол шаблондарды толтырып ар жақта отырған маманға жібересіз. Ол жерден барлығын тексереді, барлығы дұрыс дегеннен кейін барып қана сіз затыңызды
жібере аласыз. Бұл жерде жаңағы сіз қандай да бір затты түсінбей жатсаңыз, қайта-қайта сұрасаңыз болады. Ол адамға түсіндіріп айтып, мен жаңадан осы затты бастап жатқан едім, толығырақ түсіндіріп жібересіз ба, осы дұрыс па деген сияқты. Ол адамдар сіз дұрыс болғанға дейін жауап беріп көмектеседі. Себебі неге? Өйткені оларға да жаңағы теріс қандай да бір документ баратын болса, оны қайта алдырып, қайта жіберіп жүрген уақыт кетеді. Сондықтан жаңағы осы жерде барлық затты осылай келісіп аласыз. Яғни, бұл жерде жаңағы документтің дұрыстығына мән бермесеңіз, алдын ала келіспесеңіз, қандай да бір затыңыз теріс кетіп қалатын болса, ол сізге кейін артынан артық шығын болады. Ол өйткені бір документ сұрайтын болса, сіз оны поштамен жаңағы сіз онда жібересіз. Әр жіберген сайыңыз қалтаңыздан ақша кетеді деген сияқты. Проблема болмау үшін барлығын ең алдымен келісіп алыңыз. Енді жалпы тауарды қалай жіберем десеңіз, Қазпоштамен жібере берсеңіз болады. Ең тиімді жолы Қазпошта. Қазпоштаға салатын болсаңыз, Қазпошта кез келген жерге жібереді. Бірақ та назар аударатын бір зат, бұл жерде жаңағы Қазпоштада тауар жіберген кезде сіз екі түрлі жолмен жалпы жіберіледі. Біреуі до отделениеге баратын болса, ол жердегі адамдар келіп өздері алып кету керек. Яғни сіз осы жерде белгіленген компаниялар до отделение жіберетін болсаңыз, ол компания келіп сіздің тауарыңызды бөлімшеден алып кетпейді. Сондықтан жаңағы сіз тауарды жібергей жатқан кезде адреске дейін жіберу керексіз. Оны сіз поштада жіберіп жатқан кезде міндетті түрде айту керексіз. Мен тауарды сіздермен жіберген кезде курьермен жіберем. Яғни бұл мекемеге дейін жеткізіп беру керек деп. Бұл жерде жаңағы сіз тауарды жіберместен бұрын жаңағы мына жердегі адамдармен хабарласып, кім қабылдап алады, сол кісінің аты жөні толықтай, телефон нөмірін жазып алып, дайындап алып барасыз Қазпоштаға. Ол міндетті түрде телефон нөмірі болу керек. Егер жаңағы рабочий телефон нөмірі болатын болса, оны Қазпоштада қабылдамайды. Міндетті түрде жеке сотовый нөмірі керек дейді. Сондықтан осы мәліметтерді толығымен алып аласыз. Яғни жаңағы содан кейін сіздің тауарыңызды ешқандай проблемасы жоқ, Қазпошта жеткізіп береді. Солай осындай екі затқа назар аударыңыздар. Жалпы басқа да бір сұрақтарыңыз болатын болса, сұрасаңыздар болады. Негізі тауарды ұтып алғаннан кейін жіберу барысындағы проблема жалпы проблема болып жататын болса, тек қана жаңағы осы жердегі көрсетілген пошта және де сол жерде көрсетілген рабочий телефон нөмірмен ғана шешіп аласыздар. Сондықтан мұқият болыңыздар.